Қайырлы күн, достар. Бүгін менде манты, соленые огурцы, наконец-то, кетчуп, майонез и сухарики. Көреміз енді, жейміз ба, жемейміз ба. Бисмиллах, маған ас болсын. Қатты звук шығып кетсе жатса, кешірім сұраймын. Бүгін манты істедім. Так, бисмиллах, бірінші мантыны көрейік. Күшті. Қараңыздаршы, манты қандай сочный екен. Көрініп тұр ма? Мантыны мини қылып жасадым. Слишком да болмайтындай. Прям сочный болыпты. Манты сочный болу үшін не істеу керек десеңіздер, мен мантының фаршын соңғы минутта араластырым. Қамырды илеп, жайып, суалап, кесіп алғаннан кейін барып, соңында ғана тұзды, барлық дәмдеуіштердің бәрін қосып, енді фаршқа байланысты ол қаншалықты көп па, аз ба, сөйтем да соған бір бокалдай қып-қызыл чай болады ғой, қызыл шай. Соны қосамын, сөйтіп соңғы минутта қосып бәрін араластырамын да, сразу жайып қойған қамырыма салып түйемін. Сонда осындай сочный болады манты. А то көбісі бірінші фаршты дайындайды, содан кейін барып қамыр илеп, потом барып оны жаяды. Оған дейін ол тұз салынғаннан кейін фарштың суының, пияздың, жаңағы өзінің бойындағы соктарының бәрі тұзбен бірге шығып кетеді. Сөйтіп көбінесе қарасаңыздар, анау фаршты салып болғаннан кейін табақтың астында су қалады ғой. Сол себепті. Ал менде керісінше, қанша мен, например, бір кесе чай құйсам да, менде ол етіп қалып кетпейді. Сол.
Ал соңғы манты. Қараңыздаршы, қанша жеп қойдым. Соңғы бір штук жеп, қараңыздар, қанша жеп қойдым. Мынау қалады. Соңғысы. Прям күшті келді. Қараңыздаршы, қанша жедім. Бүйтіп көрсетсем көрінеді, қаншалықты көп жеген. Бүйтіп тұрған кезде білінбейді ол. Так, менде көк чай. Күшті кетті прям. Все, достар, сау болыңыздар.